Келесі сөз Шиповских Геннадий Геннадьевичке беріледі. Пожалуйста, Геннадий Геннадьевич. Рахмет, құрметті төраға. Менің сұрағым энергетика және қаржы министріне бағытталады. Осы менің әріптестерімнің сұрағы жалғас ретінде, яғни осы газ мәселесі. Жалпы газ мәселесіне келетін болсақ, бізде Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентіндегі мәселесіне байланысты сұрақ. Ол біздің елді мекенде 13 мыңға жуық халық тұрады. Нақты айтатын болсақ, дәл қазіргі кезде мынау газ мәселесіне қатысты автоматтандырылған газ тарату станциясы салынып жатыр. Салынды негізінде, орысша айтқанда АГРС. Енді алдағы уақытта осы ішкі газ тарату жүйесін салу үшін арнайы 422 миллион теңге өтінім берілген екен, осы нақтылауға байланысты. Алайда осы министрліктердің тарапынан бұл жердегі жауап, бұны күзге қалдырып отырмыз дейді. Күзге қалдырсақ дейді. Сонда менде осы екі министрлікке сұрақ, оны қалай 422 миллион теңгені күзге қалдырады, егерде алды сол күзде ол ақша беріледі, берілген күнде ол алды тендер салынатыны бар, басқасы бар деген сияқты, ол енді қысқа қалады. Қазақтың жақсы сөзі бар, қыстың қамын жазда өледі деген. Сонда ертең біздің қаншама тұрғындар қыста қалай болады екен, көгілдір су отынсыз. Осы мәселеге жауап берсеңіздер. Рахмет, министрліктің өкілдері, жауап беріңіздер. Рахмет, осы біздің газ департаментінің әріптесі, бюджет бойынша барлығы процедураларды айтады. Өзіңізді таныстырып, жауап беріңізді сұраймын. Представьтесь, пожалуйста. Кабдушева Дамешта Стемовна. В отношении выделения средств. Орша жауап беру гума? Жақсы. По процедуре выделения средств на газификацию. Значит, вы знаете, что в соответствии с прогнозным балансом газа с 2024 года у нас ожидается дефицит газа. Это с учетом роста промышленного производства, внутренних потребителей и активным ростом населения. При этом загруженность магистрального газопровода Бейнеу, Базой-Шымкент, например, в отопительный сезон 2022-2023 года составляет 106%. Сіз басқа сұраққа жауап беріп жатсыз да? Басқа мәселені көтеріп отырсыз қазір. Қазақша жауап бере алмасаңыз, түсінбесеңіз қазір тағы да айтсын. Какой вопрос был? Сіз басқа жауапты айтып жатсыз. Какой вопрос? Вопрос какой был? Қайталайын қайттан болмаса. На уточнение. Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінің ішкі газ тарату жүйесіне байланысты 422 миллион теңгеге өтінім берілді. Дана была заявка. Я на русском языке вам скажу, чтобы вам понятно было. Но эту заявку, к сожалению, непонятно пока по одобрению. Говорят, что оставляют на осень. Теперь у нас, пока на осень будет выдаваться деньги, вы понимаете, что там недалеко и до зимы подать. А пока будет разыгрываться госзакуп и другие дела, получается, у нас к нам придет зима. И что будут люди делать? Какая польза от того, что АГРС уже приготовлен, а распределительных сетей нету? Я вот об этом вас спрашиваю, если вам на казахском непонятно, к сожалению. Ну, мы же еще говорим, что деньги будут выделяться по мере загруженности. Мы перенесли, в связи с тем, я еще говорю, что в связи с дефицитом газа, основная причина в том, что дефицит газа же. Я очень сожалею, я должен вас перебить. Вы неподготовлены пришли. Руководитель аппарата министерства тоже не подготовлена. Я очень сожалею, что вы сегодня вообще не готовились. Я буду вынужден сегодня вот по итогам нашего совещания поставить министра известность. Очень сожалею. Дұрыс емес қой, мынау не жауап сіздерде? Бас десе құлақ дейміз. Ұят емес пе? Очень сожалею, я вот перебить должен. Бір жауап, нақты жауап бере алмайсыздар. Білмейсіздер, не істеп жатқандарыңызды.